Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі 27-ші сабағымызды бастаймыз. Дауыссыз К мен Г. Алдымен лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. К, Г әріптерінің емлесін сақтап жазамын. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. 36-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, тосқауыл жоқ, айқара ашық есігі, ұлы отаным, гүл отаным, тыныштықтың белгісі, тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз, туыс барда, құрыштан да берік біздің іргеміз. Сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлең елдердің арасындағы достық туралы екен. Екінші сұрақ, өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой достық бар жерде бірлік, туыстық, татулық бар деген ойды білдіріп тұр. Енді қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған, оның себебін түсіндір. Өлеңде есігі, бесігі, тілегі, жүрегі сөздері қарамен жазылған. Түбір сөз бесік, бесігі болып өзгерді. Есік, есігі, тілек, тілегі, жүрек, жүрегі болып өзгерді. Оның себебін түсіндір дейді. Оның себебі сөз соңындағы К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол Г-ге айналады. Яғни бесік, бізде дауысты дыбыс жалғанды, сонда біз К дыбысы Г дыбысына айналды. 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына К, Г әріптерінің тиістісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Халқымыздың сенімі, жақсылардың серігі. Күрестерде шыныққан ағаларға мен іні. К. Фариза Оңғарсынова. Сұрақтарға жауап берейік. К, Г дыбыстар туралы білетініңді есіңе түсір, яғни ережені еске түсіреміз. Сөз соңындағы К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол К-ге айналады. Екінші, өлеңде серік сөзі қандай өзгеріске ұшырағанын айт. Серік сөзі серік, серігі деп өзгеріске ұшыраған, яғни Г әріпі мына жерде дауысты дыбыс К-ден кейін келген, К әріпі Г дыбысына өзгерген. 38-ші жаттығу. Сөздерді топтастырып жаз. Бізде сөздер берілген, яғни өзгерген және өзгермеген сөздер берілген. Екеуін екі бөліп жазамыз. К дыбысы, мына жерге К дыбысы өзгеріске ұшырамаған сөздер, яғни бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлек. Бұл сөздер өзгеріске ұшырамаған. Енді келесі К дыбысы өзгеріске ұшыраған сөздерді жазамыз. Көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі, көйлегі. Өзгеріске ұшыраған және өзгеріске ұшырамаған сөздерді екі бөлікке бөліп жазамыз. 39-ші жаттығу. Бос төркөздерге тиісті әріптерді қойып, шыққан мақалды оқы. Біздерге кішкене сурет белгілер берілген. Мысалы, мына суреттің астында бізде Б деген әріп тұр, бұны жазамыз. Сол сияқты барлық төркөзді толтырып аламыз, сонда бізде мақал шығады. Бірлік болмай, тірлік болмас. Сұрақтарға жауап берейік. К дыбысына аяқталған сөздерге Ә дыбысын
қойып оқы. Яғни бірлік, бірлігі, тірлік, тірлігі. Келесі сұрақ, сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Сөйлем құрайық. Қазақстан халқы бірлігі жарасқан бір тұтас мемлекет. Отбасымыздың бірлігі біздің мақтанышымыз. Пысық адамның тірлігі әрқашан өнімді болады. Тірлігі оңға бассын десең, үлкендердің батасын алып жүр деп сөйлем құрадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.